Армысыздар. Мен Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің магистранты болам. Өзім интернетті мектепте оқып жүрген кезден бастап қолданам. Негізгі туған жерім Қытай елі, бірақ ерте келгем. Сондықтан ол жақтағы туысқандарым, ағаларым болғандықтан маған көп көмегі тиді. Интернет туралы көбірек мағлұмат алуға. Бірақ әйтсе де, шындығын айту керек, біздің бала кезімізден бастап естейдік. Сол кездерде қазақ тіліндегі интернет сайттары, қазақша жазулардың интернет бетіне шығуы өте қиын болатын. Ол кезде жоқ болатын мүлдем. Көріп шынымен ан жақтан туысқандарымыз келген кезде, олардың балалары сұраған кезде мысалы кейде қысылатынбыз. Мен өзім отырып интернеттен өзіме почта ашайын дедім. Почта ашып үйреніп, сосын Mail.ru-дан алдым, Yahoo.com-нан алдым. Сосын арт жағында жаңағы домен болса мұны, KZ болса деп ойладым да. Сонан кейін OKKZ-тен барып, OKKZ-тен не алдым, почта алдым. Бірақ оның жаңағы несі өте нашар, өте төмен, білесіздер. Ауылдың поштасы сияқты. Сондай болды. Енді қазақ тілінің проблемасы, мәселесі жалпы біз сияқты филолог мамандар үшін өте маңызды. Өйткені осы биыл ғана біз бітіріп шықтық, биыл магистратураға түстік. Бірақ қазақ тілінде бітірген мамандардың қазақ тілі бойынша жұмыс іздеп, жұмыс табу деген ол өте қиын, азап былай айтқанда. Қаншама бітірген курстастарымыз қазір амалсыздан басқа мамандық оқуға, басқа курстар оқуға кетті. Ал қазақ тілінде интернеттің дамуы жалпы мен айтар едім, бірінші ең алдымен қазақ тілінің жағдайына байланысты. Қазақ тіліне деген мемлекеттік қолдау болса, бірақ мысалы бәріміз айтамыз ғой, мысалы жол ережесі туралы заң шықты, кәдімгі белдік тарту туралы. Сол қанша уақытта күшіне енді мысалы. Сол сияқты бізге заң жүзінде талап ететін, заңмен талап ету керек болса қазақ тілін, мүмкін барлық адам үйренетін шығар солай. Қазір бүкіл жүргізушілерді қараңыздар, бәрі ремень тағып жүреді. Заң бар екені, заңды талап ету керектігі осы жерде көрініс табады. Сондықтан қазақ тілі егер дамыса, қазақ тіліндегі интернеттерде дамиды деп ойлаймын. Ізгілік ағаны бұрыннан біліп жүреміз. Сон бүгін жаңа осы интернет сайтын ашу туралы мейл агенттер сөйлесіп отырып, осындай конференция болатынын біліп, сабағымнан сұранып келдім. Егер мен айтар едім, жаңа мына кісіде қазақ тілі жаңа қолдау қоры, мүмкін интернет оқулықтар жаңағындай бізде жетіспейді интернетті. Мен шынымды айтсам мүмкін барып бізде көрмеген шығармын, бірақ менің өзім компьютермен көп жақсы жұмыс істеп білем деп айтсам болады. Жаңағындай бағдарлама жасауға талпынысым бар. Сосын өзім дизайн жасай аламын. Қатты қызығушылығы бар адамдар мысалы қазақ тіліндегі оқулықтар, оқу құралдарымыз табылмайды. Бір сұрайын дегенім, осы қазақ тіліндегі интернет сайттарын ашу туралы мүмкін вуздарды, мектептерді аралап дәріс сөйлеу керек шығар, ақпарат, үгіт, насихат жүргізу керек шығар мүмкін. Соның нәтижесінде осы интернет дамыр еді. Меніңше қазақ тіліндегі интернеттен мәлімет алуға деген сұраныс бар. Көп қазақ тілінде келген адам, қазақ тілін білетін адам, бәрі қазақ тілінде алғысы келеді. Қандай адам? Қай жерде отырған қазақ болсын, өзіне мәліметті қазақ тілінде алғысы келеді. Бірақ қазақ тілінде алған мәлімет шолақ, жарты, болмаса жоқ. Сосын қайтеді, амал жоқ, орыс тіліне жүгінеді. Қазір үш тілде дамып жатыр ғой қатарынан. Бірақ үш тұғырлы тілдің біздің қазақ тіліне тигізетін көлеңкелі тұстар өте көп. Мен басқа елдердің мемлекеттік
жаңағы сайттарын көріп, сайттар болады, бірақ өз тілдерінде ғана. Бізде кейбір сайттар бар, қазақша, орысша тілде 50-50 қазір сайттарда да жүріп жатыр ғой. Бірақ мен айтар едім, мүмкін орысша, қазақша сайттарды орысша жарнамалау керек шығар, бірақ қазақша сайттарды көптеп ашу керек. Өйткені ол үшін қазақ жастарына интернетке қызығушылығы бар әрбір жас талапқа сол туралы мағлұматты толық бере білу керек. Ол өзінің сайтын, тегін сайттар арқылы өзінің кішкене болса да өзінің жобасын жасап білу керек. Сол айтайын деген. Рахмет.